Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге анар жемісінің пайдасы туралы айтатын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетейік. Анар тұқымдасына жататын ағаш немесе бұтақ тәрізді өсімдік. Кейбір деректер бойынша отаны парсы елі болып саналады. Жабайы анар Кавказда, Орта және Кіші Азияда, Ауғанстан мен Үндістанда кездеседі. Қазіргі кезде мәдени түрі тропикалық және субтропикалық аймақтарда таралған. Иран, Ауғанстан, Қырым, Италия, Испания, Португалия, Өзбекстан, Тәжікстан, Грузия мемлекеттерінде анар өсіру өндірісі жолға қойылған. Сондай-ақ анар Қазақстанның жылы аймақтарында да кездеседі. Оңтүстік Қазақстанда анардың қызғылт, баламюрсел, қызыл анар сұрыптары өсіріледі. Анар ағашының биіктігі 5-6 метр, бұтақтары тікенекті. Жапырағы жылтыр, гүлі түтікшелі келген сары қызғылт түсті. Жемісінің пішіні домалақ. Қабығы қатты, түсі сары түстен қызғылтқа дейін құбылмалы. Салмағы 200-ден 1000 граммға дейін. Анар жаз кезінде күн көзінің тік түсуін өте жақсы көреді. Кейде тіпті күн сәулесі жетіспей қалса гүлдемей қояды. Құрғақшылыққа төзімді, суыққа төзімсіз келеді. Анар ағашы отырғызғаннан кейін 3-4 жылда жеміс бере бастайды. Орта есеппен әр ағаштан 25-30 кг өнім алынады. Ағаштары жемісті 30-50 жылға дейін жеміс береді. Кейбір анар 300 жылға дейін өседі. Жеміс шырынында 80-90% су, 8-12% қант, 0,5% түрлі қышқылдар, 3-4% көмірсу, С және В витаминдері болады. Жеміс ағашының бойы 5-6 метрге дейін барады. Жемісін жерге түсірмей тұрып алады. Сәуір айында гүлдеп, күзде жемісін береді. Латын тілінен аударғанда гранатус дәнді дақыл деген мағынаны білдіреді. Анар жидегінің құрамында А, В, С, Д, Е витаминдері мен калий, иод, темір, кремний, кальций сияқты минералды заттар көптеп кездеседі. Анар адам организмін құнарлы заттармен қамтамасыз етіп отырады. Оның құрамында 15 түрлі амин қышқылы бар. Анар калориясы төмен жеміс. 100 грамм жемісте бар жоғы 72 килокалория болады. Энергия беріп, шөлді және шаршағанды басады. Денені, жүректі, асқазанды және тіс еттерін қуаттандырады. Артериялық қысымды түсіреді. Асқазанның қабынуы ауыз жарасы үшін де пайдалы. Иммунитет жүйесін күшейтеді. Қатерлі ісік жасушаларының дамуына кедергі болып денені қорғайды. Қандағы холестерин деңгейін және қан қысымын түсіреді. Тамырдың бітелуін алдын алып, тамырларды ашады. Осындай қасиеттері жүрек пен тамыр ауруларына қарсы қорғанда бола алады. Қандағы қант мөлшерінің деңгейін тепе-теңдікте ұстап, қант диабеті ауруларына пайдалы болып келеді. Тері ауруларына да пайдалы. Ем ретінде анар жидегі қабықтары, ағашының тамырлары, тамырларының қабықтары мен бұтақтары қолданылады. Бұл жемісті жедел ішек, зәр шығару жолдарының ауруларын, қаназдықты, жұқпалы тері ауруларын емдеуге пайдаланады. Кептірілген анардан қайнатылған шай жүйке жүйесін тыныштандырады. Суық дертіне шалдыққандар күніне 1 кесе анар шырынына 1 қасық бал араластырып ішуі керек. Анардың қабығын суға қайнатып, бұл қоспамен аузын шайып отырса, тіс шегінің алдын алуға болады. Шашыңыз жиі түсетін болса, тершең болсаңыз, осы қайнатпаны пайдалануға болады. Анар шырыны бағалы диеталық тағам. Анар қосып қайнатылған шырыннан кесел, мус дайындауға болады. Әбден қайнатып қойытылған анар шырыны түрлі тағамдарға дәмдеуіш ретінде пайдаланылады. Бұл көбінесе Кавказ асханасына тән. Тағамға жағымды қышқылтым дәм береді. Шырынын және жемісінің қабығын медицинада асқазанның жұмысы бұзылғанда, ал кепкен бұтақтары мен діннің қабығын ішек құртына қарсы дәрі ретінде қолданылады. Асқазан сөлінің қышқылы жоғары, асқазан ауыратын адамдарға анардың ащы сұрыптарын пайдалануға болмайды. Анар жемісі қантқа, С витаминіне, органикалық қышқылдарға, азотқа, минерал заттарға және кальций, магний, натрий микроэлементтеріне бай. Жемістің құрамындағы заттар адам организміне өте пайдалы. Қанның құрамында темір аз болса және адам сүйектері сынғанда тез бітіп кету үшін анарды жеу керек. Анар шырыны қаназдыққа қарсы жақсы ем. Анар шырынын күнде ішіп жүрсе, жүрек қан тамырларының қызметі жақсарады. Сонымен қатар анар шырыны әсіресе әншілер үшін өте пайдалы. Ол дауыстың таза әрі әуенді шығуына көмектеседі. Сондай-ақ анар суы шөлді басып, дене қызу мен артериялық қысымды түсіреді, тәбетті көтереді.
Анар жөтелмен күреседі, иммундық жүйені нығайтады және жүктілік кезінде әлсіреген ағзаны бекем қылады. Шырынды түйіршіктелген жеміс темірдің қажетті деңгейін қалпына келтіреді. Бұл әсіресе жүкті әйелдер үшін өте маңызды. Қандағы темірдің жетіспеушілігі және гемоглобиннің төмендігі қаназдыққа әкеледі. Нәтижесінде дамып келе жатқан нәрестеге оттегі жеткіліксіз болып гипоксия орын алады. Анар бірінші триместрде жиі болатын токсикоз кезінде жағдайды жақсартуға көмектеседі. Жүкті әйелдің тәбетін арттырады, оны толыққанды өмірге қайтарады. Жүктілік кезінде анар ағашының жемістерін жеуге болады, бірақ кез келген жеміс сияқты анардың да аллергия тудыруы мүмкін екенін ұмытпаңыз. Егер аллергия болып қалса, дәрігермен кеңесіп анар жеуді тоқтату керек. Күніне бір жемістен артық жеуге болмайды. Анар косметика саласында аса кең таралған. Ол теріні бос радикалдардың әсерінен қорғайды, теріні қалпына келтіру процестерін белсендіреді, оны қоректендіреді және жандандырады. Сондай-ақ коллаген мен эластиннің синтезделуіне мүмкіндік туғызады. Бұл әжім қышқылдарының жазылуына, терінің тығыздығы мен созылымдылығын ұлғайтады. Анар ағашы жұмақ ағашы деп те айтылады. Ибн Аббастың жеткізуінше, біздің пайғамбар оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, анар дәндерін біртіндеп жейтін. Біз одан неге олай жасайсыз дегенімізде, жер бетінде бойында бір дәні жәннаттан болмаған бірде-бір анар ағашы жоқ. Мен осы дәндердің бірі жәннаттық деп үміттенемін деп жауап берді. Ал Али, Алла разы болсын, Алла елшісінің оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, анардың қызыл етін жеңіздер, себебі ол асқазанды тазартады деп айтқанын естіген. BBC телеарнасының хабарлауы бойынша, Лос-Анджелестегі Калифорния университеті зерттеушілерінің бір тобы 65-70 жас аралығындағы простатит ауруына шалдыққан ер адамдардың бір тобын бақылауға алған екен. Бұл адамдар хирургиялық жолмен немесе лазерлік терапия арқылы простатит ауруынан емделуге тырысыпты. Бірақ тексеру кезінде байқалған белгілерге қарағанда, бұл адамдардың ауруы одан ары өршіп кеткен. Зерттеушілер ауруға шалдыққан осы адамдардың бірнешеуін таңдап алып, оларға күніне белгілі бір мөлшерде анар шырын беріп тұрды. Бұл шараның нәтижесінде осы адамдардың простатит ауруының өршу жылдамдығы анар шырынын ішкеннен кейін айтарлықтай бәсеңдегенін байқаған.